Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы мол екені бұрыннан-ақ белгілі. Жұмыртқаны алғаш пайдаланған елдердің бірі Үндістан деген деректер де бар. Ертеде қыз-келіншектер әжімнің көзін жою үшін немесе шаштары қатты болу үшін жұмыртқаны қолданған. Ал ер азаматтар жорыққа не шайқасқа шықпас бұрын жұмыртқамен ауқаттанған деседі. Сондай-ақ өз жарақаттарын жұмыртқа басу арқылы жазған екен. Жұмыртқаны қайнатып, қуырып жеу арқылы асқазанды ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтермен, дәрумендермен толтыруға болады. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Құрметті оқырман, осы айдың соңына дейін 100 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Құрамындағы ақуыз, йод, фосфор, селен, тағы басқа элементтер созылмалы аурулардың алдын алады. Сондай-ақ оның құрамында А, В, Д, Е дәрумендерінен бастап, бас аяғы 13 дәрумен кездеседі. Бір жұмыртқаның құрамында орта есеппен 76 калория ғана бар, ал майлылығы небәрі 10%. Жұмыртқаның бет күтіміне де пайдасы өте зор. Қазіргі таңда көптеген жас қыздар бетке әжім түспес үшін жұмыртқаны балмен араластыру арқылы бетке маска жасайды. Әншілерді жұмыртқаның ақуызын ішу арқылы дауыс, яғни үні жақсы шығады делінген. Көзіңізге сүйел шыққан кезде қайнаған жұмыртқаны ыстық күйінде басыңыз. Сондай-ақ қатты тамақ ауырған кезде қайнаған жұмыртқаны жылы күйінде мойныңызға қойып қайта-қайта домалатыңыз. Жұмыртқа таңдаған кезде оның сыртқы қабығына мән беріңіз. Егер де қабықшасы кедір-бұдыр, түсі өзгешелеу болса, оны алмаған жөн. Мұндай жұмыртқаның мерзімі өтіп кеткен. Күнделікті 2 жұмыртқа жеудің денсаулыққа 9 түрлі пайдасы бар. Тауық жұмыртқасының пайдасы жөнінде үнемі айтылып жүр. Ал адам күнделікті 2 жұмыртқа жегенде ағзасында қандай өзгеріс болады? Миды холиндер қорғап тұрады. Бастың ми жүйесінің байланысын зерттейтін фосфолипидтер холиндерден тұрады. Дәл осы дәруменнің ми құрылысына маңызды екені ғылыми дәлелденген. Адам 2 жұмыртқа жегенде осы элемент толықтырылып отырады. Холиннің жеткіліксіздігі есте сақтау қабілетін төмендетеді. Адамның көз жанары лютеин арқылы сақталады. Жаңа зерттеулерге сәйкес жұмыртқада лютеиндердің көптігі анықталды. Лютеиннің көздің жақсы көруі мен нашар көруін зерттейді. Лютеиннің жеткіліксіздігінен көз жанары нашарлай бастайды. Д дәрумені кальцийді толықтырады. Жұмыртқаның құрамындағы Д витамині адамның сүйегін қатайтып, тістің мықтылығын сақтайды. Жүрек, қан тамыр ауруларынан сақтайды. Ғалымдар жұмыртқа құрамындағы холестерин, фосфатиттер тең болғандықтан адамға зиянсыз екенін дәлелдеді. Ол ағзадағы холестериндерді жояды. Жұмыртқада омега-3 қышқылы бар. Ол жүрек, қан тамыр ауруларының алдын алады. Салмақтан арылтады. Америкалық ғалымдар жұмыртқа тағамының жеңіл диетасын қолданып, таңертең жұмыртқа жеп тұрса, адам 2 есе тез арықтайды. Жұмыртқа ағзада ұзақ жүріп, күні бойы көп тамақтанудан сақтайды. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Миға әсер ететін холин онкологиялық ауруларға да қарсы күреседі. Сондықтан жұмыртқаны тұрақты жеп жүрген әйелдердің 18%-ның сүт безі қатерлі ісігі азайған. Бала көтеруге өте пайдалы. В дәрумені жыныстық гормондарға әсер береді. В9 дәрумені бала миының тез дамуына көмектеседі. Сондықтан В9 дәрумені бала көтеретін әйелдерге қажет. Бір жұмыртқада 7,0 мг дәрумен бар. Нидерланды ғалымдары зерттей отырып, жұмыртқа жейтін 35-40 жас аралығындағы 87% әйелдердің терісі жазылып, қызыл дақтары кеткенін анықтады. Ал ерлердің көз айналасындағы майда әжімдері жоғалған. Видео пайдалы болса, достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.